Hello, my friend, give me water, please. $2? $2 ол қанша теңге? Қазіргі теңгемен айтатын болсақ, курс бойынша 480 теңге $1. Демек мен қанша теңгеге Америкадан су сатып ала аламын? 480-ге көйтетін болсам, 960 теңге кетеді екен. Яғни бүгін біз сіздермен валюта тақырыбымен танысамыз, иә? Енді осы Америкада судың бағасы $2 екен да, примерно. Ал егер біз Францияны айтатын болсақ ше. Bonjour, mon ami. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Францияда ол 1,5 евро екен. Біз интернеттен қарадық. Енді ол 1,5 евро теңгемен қанша? 1,5 евроны қараңыз, былай да айтуға болады. 1 евро және 50 цент деп. Өйткені 1 еврода ол 100 цент бар. Немесе $1 100 цент бар. Қазақтың 1 теңгесінде 100 тиын бар ғой. Бірақ біз тиынды қолданбаймыз да, өйткені 1 теңгенің өзі өте аз ақша болғандықтан. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер. Пікір жазсаң, вообще тигр боласың. Енді жаңағы Францияда қанша болады десек, 1 евро 50 цент, 1 евроны 534-ке көбейтеміз. Одан 50 цент ол 534-тің жартысы ғой. Ол 267 болады. Сонда 534-ке 267-ні қоссақ, 801 теңге екен. Америкада су қымбатырақ екен, иә? Енді мен осы валютаға байланысты сіздерде номинал деген түсінік бар да? Номинал деген, мысалы, 10 мыңдық бар, 5 мыңдық бар, 2 мыңдық бар, иә, теңге бойынша. 1000 теңгелік бар, 500 теңгелік бар. Ол қағаздары. Сосын 200, 150 деп күнделікті қолданып жүрген тиындарымыз да бар, иә, монеталарымыз. Енді, мысалы, мен дүкенге келдім да, алма алдым, май алдым, қаймақ алдым, каша алдым. Сон барлығы 8565 теңге болды берді. Иә? Мен 10 000 теңге бердім. Маған қанша ақша қайтару керек? 10 мыңнан 8565-ті азайтамыз. Сол кезде 1435 теңге болады, иә? Енді қараңыз, осы 1435 теңгені маған қандай номиналдармен бере алады? Дейтін болсақ, есеп ойланып көрейік. 1000 теңге, 200 теңге, 20 теңге, 10 теңге және 5 теңге. Түсінікті ғой, иә?